Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 2 сынып 87 сабақты өтетін боламыз. Бізде сабақтың тақырыбы зат есім деп аталады балалар. Ендеше берілген жаттығуларды қарайық. Бізде бірінші жаттығуымыз зат есімдерді тауып, сұрақ қоюды үйренемін. Өлең мазмұны бойынша сұрақтар қоя аламын. Өлеңді түсініп оқы. Шағала көлін қорғайды, шопан төлін қорғайды, егінші жерін қорғайды, батыр елін қорғайды. Өлең мазмұны бойынша сұрақтар қой және жауап бер. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой делінген. Шағала нені қорғайды? Көлді. Егінші не істейді? Жерін қорғайды. Шағала не? Шопан, егінші батыр кім? Ал балалар, біздегі келесі жаттығу адамға қатысты сөздерге кім, кімдер, заттар мен жануарларға не, нелер деген сұрақ қойылады. Кестені толтыр. Алма, лақ, қалалар, қариялар, бала, ойыншық, ойыншықтар, сәби, мұғалімдер. Кім деген сұраққа бала, сәби деген жатады. Не деген сұраққа лақ, алма деген жатады. Кімдер деген сұраққа қариялар, мұғалімдер жатады. Нелер деген сұраққа ойыншықтар, қалалар жатады балалар. Ал балалар, біздің келесі жаттығу өлеңді рөлге бөліп оқыңдар. Өмірде ата кім мықты? Айтқан адам шындықты. Қасиет неде адамдық? Ізет мейірім адалдық. Өмірде не ең жаман? Сақтай алмау елді аман. Серікбай Оспанұлы. Зат есімдерді тап, оларға сұрақ қой делінген. Енді сіздер жазасыздар. Не деген сұраққа жауап беретін зат есімдер: өмір, шындық, қасиет, адамдық, ізет, мейірім, адалдық, ел. Ал кім деген сұраққа жауап беретін зат есімдер: ата, адам деп айтылады. Балалар, менің каналымда қазақ тілі, математика және де әдебиеттік оқу сабақтарының барлық жауаптарын таба аласыздар. Менің каналыма тіркеліп лайк басып алыңыздар. Ендеше келесі тапсырманы қарайық. Ал балалар, біздің соңғы жаттығуымыз ойлан тап. Саған кім болады? Әкенің әкесі ата болады. Әкеңнің анасы әже болады. Анаңның әкесі нағашы ата, анаңның анасы нағашы әже. Өзіңнен кіші қыз болса қарындас, өзіңнен кіші ұл болса іні болады балалар. Тапқан сөздеріңнен зат есім екендігін дәлелде делінген. Балалар, осымен біздің сабақ аяқталды. Келесі кездескенше. Балалар, менің каналымда қазақ тілі, математика және де әдебиеттік оқу сабақтарының барлық жауаптары бар. Мен барлығын сіздерге арнап салып қойған болатынмын. Егер де барлығы қызықтырса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Осымен біздің сабақ аяқталды балалар. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.